Сәлеметсіздер ме оқушылар? 3-ші сынып математика сабағы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы тіктөртбұрыш пен шаршының ауданын табу. 55-ші сабақ. Сабаққа дайын болсаңыздар, бастайық. Алтын таңның шуағы бақыт үшін туады. Қайырлы таң, балалар, жарық күннің тұрағы. Құрметті оқушылар, сіздерге қайырлы күн, қайырлы таң тілей отырып, керемет көңіл күймен әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы төртбұрыш пен шаршының ауданын табу. Бүгінгі сабақта сен тіктөртбұрыш пен шаршының ауданын есептейтін боласың. Яғни, ауданды табумен жұмыс жасаймыз. Есте сақта. Бірінші тұрған пішін ол шаршы. Екінші тұрған пішін ол тіктөртбұрыш. Шаршының ауданын табу үшін бір қабырғасын екінші қабырғасына көбейтсең жеткілікті. Тіктөртбұрыштың ауданын табу үшін ұзындығын еніне көбейтеміз. Сол кезде бұл пішіндердің ауданын табуға болады екен. Олай болса, өлшем бірліктерімен танысайық. 1 сантиметр квадратта 100 миллиметр квадрат бар. 1 дециметр квадратта 100 сантиметр квадрат бар. 1 метр квадратта 100 дециметр квадрат және 10 000 сантиметр квадрат бар. Бұл өлшем бірліктерді есте сақта. Себебі шаршы және тіктөртбұрыштың ауданын табуда осы өлшем бірліктер бізге қажет болады. Тіктөртбұрыштың ауданын табу үшін ұзындығын еніне көбейтеміз. Барлығы түсінікті болса, бірге тапсырмаларды орындайық. Бірінші тапсырма. Тіктөртбұрыш пен шаршының ауданын тап. Тіктөртбұрышты пішіннің ұзындығы 5 см, ені 3 см. Ал шаршының қабырғасы 3 см-ді береді. Олай болса, ойланып көр. Бұған дейінгі берілген ақпараттарды есіңе түсір. Жауабыңыз дайын болса, өзіңді тексер. Тіктөртбұрыштың ауданы табу үшін біз ұзындығын еніне көбейтеміз. Олай болса, 5 см көбейтілген 3 см 15 см квадратты береді. Екінші шаршы. Шаршының ауданын табу үшін біз 3 см-ді 3 см-ге көбейтеміз. Яғни бұл пішіннің ауданы 9 см квадратты құрайды. Жарайсыздар балалар, жауаптарыңыз дұрыс болды деген ойдамын. Егерде осы екі тапсырманы дұрыс орындаған болсаң, өзіңе 4 ұпай қой. Сабақтың соңында өзіңнің алған ұпайларыңды қосу арқылы біліміңді тексеретін боламыз. Олай болса, әрі қарай кеттік. Екінші тапсырма. Екінші тапсырмадағы суретке назар аударайық. Бұл сурет бойынша ауданын табу үшін ең алдымен түсіндірмеге назар аудар. Бұл жерде берілген боялмаған бөліктің ауданын табу үшін ең алдымен барлық ауданын тауып алу керек. Яғни сыртындағы үлкен пішіннің ауданын тауып аласыз. Екінші боялған бөліктің, не кішкентай бөліктің ауданын тауып аласыз. Одан кейін барып, мына жерде көрсетілген боялмаған бөліктің ауданын табамыз. Олай болса, жалғастырайық. Бірінші бізде боялған бөліктің ауданын табу. Боялған бөліктің ауданын табу үшін ұзындығын еніне көбейтеміз. 6 метр көбейтілген 6 метр, ол 36 метр квадратты береді. Екінші, кішкентай пішіннің боялған
бөліктің ауданын табамыз. Ол бізде 2 және 2-ні береді. Яғни 2 метрді 2 метрге көбейтеміз, 4 метр квадрат. Боялмаған бөліктің ауданын табу үшін барлығынан боялған бөліктің ауданын алып тастаймыз. Яғни 36 метр квадрат азайтылған 4 метр квадрат. Яғни боялмаған бөліктің ауданы 32 метр квадратты құрайды екен. Егер де түсіндірме сізге нақты әрі түсінікті болған болса, екінші тапсырманы өзің орындап көр. Дәл осылай барлық ауданын, боялған бөліктің ауданын және боялмаған бөліктің ауданын табамыз. Ол үшін мына жерде тұрған пішіндерге назар аударып, есептеп көр. Жауабыңыз дайын болса, бірге тексерейік. Үлкен бөліктің ауданы 6 метр және 5 метр. 6-ны 5-ке көбейтеміз, 30 метр квадратты береді. Екінші боялған бөліктің ауданын табу үшін 2 метрге 3 метрді көбейтеміз, 6 метр квадрат. Одан кейін үлкен ауданнан кіші ауданды азайтамыз. 30 метр квадрат азайтылған 6 метр квадрат бізде 24 метр квадратты құрайды. Тамаша, сенің жауабың дұрыс болды деген ойдамын. Егер де дәл осылай шығарған болсаң, өзіңе тағы да 4 ұпай қой. Тамаша. Олай болса, қорытынды тұжырым жасап көрейік. Екі түрлі тұжырымды мен оқимын. Дұрыс болса, дұрысты таңдайсыз, дұрыс емес болса, дұрыс емес нұсқасын таңдайсыз. Бірінші тұжырым. Шаршының ауданын табу үшін 2 қабырғасын көбейтемін. Дұрыс па, дұрыс емес пе? Ойланып көр. Әрине балалар, бұл тұжырым дұрыс. Тіктөртбұрыштың ауданын табу үшін ұзындығын еніне көбейтемін. Дұрыс, дұрыс емес. Әрине, дұрыс. Тамаша балалар. Егер де екеуіне де дұрыс деп жауап берген болсаң, өзіңе тағы да 2 ұпайды қосып қой. Олай болса балалар, бұған дейін орындаған тапсырмаларға сәйкес өз нәтижеңді тексеріп көр. Барлық тапсырманы дұрыс шығарған болсаң, сен 10 ұпай алып, ең жоғарғы дәрежеде өзіңді көрсете алдың. Екеуін ғана дұрыс орындаған болсаң, 7 немесе 8 ұпай алдың деген сөз. Ал біреуін ғана дұрыс орындаған болсаң, өзіңе 6 ұпай қойып, білім дәрежеңді тексеріп көр. Тамаша балалар. Бүгінгі сабақта сіз тіктөртбұрыш пен шаршының ауданын есептей алдың. Жарайсыздар оқушылар. Барлықтарыңызға алғыс білдіремін. Сіздермен бірге болған Салтанат Сәбитқызы. Сау болыңыздар.